Жоқ. Менің өмірім таңдау. Сен бәрібір менікі боласың. Сені сағындым. Данияр, ертең Мадинаның ата-анасы келеді, олар бізге тең. Мама, мен басқа қызды жақсы көремін. Байлыққа қызықпаған қыз бар деп ойлайсың ба? Ол ондай емес. Ақша бәрін шешпейді. Біздің деңгейге сай келін керек. Маған жүрегі таза адам керек. Сен қарапайым қызға үйленбейсің. Біздің отбасылар бір деңгейде, солай ма? Дәл солай, сонтан сен таңдадым. Мен адамды статусымен өлшемеймін. Бірақ сенің өмірің статус. Жоқ. Менің өмірім таңдау. Сен бәрібір менікі боласың. Сені сағындым. Сенің әлемің бөлек, менікі бөлек. Маған сен керек, әлем емес. Сен байсың, ал менде ештеңе жоқ. Сенде жүрек бар, маған сол жетеді. Анаң ешқашан мені қабылдамайды. Сонда да мен сені таңдаймын. Бай жігіт қарапайым қызды таңдаса, соңы қалай болады? Шынымен бе? Бай мүмкіндігі бар жігіт жетім қызды таңдайды? Оның жетім екені маңызды емес. Маған емес, анаңа маңызды. Сен шынымен бай отбасыға тұрмысқа шыққалы жүрсің бе? Мен ешқашан байлыққа тұрмысқа шықпаймын. Бірақ ол бай ғой. Дәл солай. Ол бай болған үшін емес, адам болған үшін. Ал анасы ше? Әр ана баласын қорғайды, оны түсінемін. Маған ешкім дайын жол берген жоқ. Құлап, қайтыда тұрдым. Сондықтан мен ешкімге тәуелді болғым келмейді. Үйде жағдай қиындап бара жатыр. Мен сезіп жүрмін. Мама сені қабылдамайды. Қабылдамаса, мәжбүрлеме. Сен оңай берілесің бе? Мен ешқашан оңай берілмеймін. Бірақ мен өзімді дәлелдеуге де тырыспаймын. Неге? Өйткені мен кім екенімді білемін. Мен ешқашан ешкімнің ақшасына қызыққан емеспін. Мен өз өмірімді өзім құрдым. Сен басқалардан бөлексің. Мен жай ғана өзімін. Сол үшін сен жақсы көрем. Бір нәрседен қорқамын. Неден? Сен үшін емес, сенің анаң үшін. Ол мен түсінбей қалсаш? Мен сені ешкімге дәлелдетпеймін. Маған дәлелдеудің қажеті жоқ. Егер таңдау жасау керек болса, мен емес, анаңды таңда. Не? Иә, бәрі мен ойлағандай болып жатыр. Ол әйел өте сезімтал, сендіру қиын емес. Ең бастысы күмән салу. Қалғанын өзі ақ істейді. Ал Данияр, ол әлі түсінбейді, бірақ түсінеді. Мадина, кел қызым, сағындық. Мен де сіздерді сағындым. Мама, алдын ала айтсаңыз болмас па еді? Бұл сенің үйің ғана емес. Бірақ, бұл менің өмірім. Ұрыспаңдар, мен кетіп қалсам да болады. Жоқ, сен қаласың. Сен өзгеріп кетіпсің. Мүмкін есейген шығармын. Жоқ, сен адасып кеткенсің. Мен алғаш рет дұрыс жолдамын. Шынымен бе? Бай мүмкіндігі бар жігіт жетім қызды таңдайды? Оның жетім екені маңызды емес. Маған емес, анаңа маңызды. Мадина бала кезінен тәрбиелі. Әр қыз өзін ұстауды білу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, қазір ондай қыз аз. Әркім әртүрлі болады. Иә, кейбіреулер шектен шығып кетеді. Тікелей айтыңыз. Сен өзің түсініп отырсың. Сен не істейтін едің? Мен ешкімді жоғалтпайтын жол іздер едім. Бірақ ондай жол болмайтын да білемін. Мен шаршадым. Неден? Таңдау жасаудан. Әлі жасаған жоқсың ғой. Бірақ жасауға мәжбүрлеп жатыр. Адамның өзі анық болу керек. Сіз неге оны жек көресіз? Мен оны танымаймын. Тануға тырысып көрдіңіз бе? Маған жеткілікті ақпарат бар. Кімнен? Маңызды емес. Мен сізге зияным тимесін деймін. Ашық айт. Сіздің ұлыңыздың мүмкіндігін пайдаланып жүр. Қалай? Оның жағдайы жоқ, тірегі жоқ. Нақты айт. Ол жетім. Жетім? Иә, сондықтан ол сіздің ұлыңызға жабысып жүр. Сен шынымен ол қызды тоқтатқың келе ме? Кейде адамдарға өз орнын көрсету керек. Бірақ Данияр оны жақсы көреді ғой. Ер адамдар кейде сезім мен аяушылықты шатастырады. Ал сен ше, сен оны жақсы көресің бе? Таңнан бері үндемейсің. Кейде ана жүрегі тыныш болмайды. Данияр үшін бе? Ол өзгеріп бара жатыр. Мүмкін бақытты болғандықтан шығар. Сен шынымен ол қызды тоқтатқың келе ме? Кейде адамдарға өз орнын көрсету керек. Бірақ Данияр оны жақсы көреді ғой. Ер адамдар кейде сезім мен аяушылықты шатастырады. Ал сен ше, сен оны жақсы көресің бе? Мен жеңілгенді ұнатпаймын. Сен қауіпті болып бара жатырсың? Жоқ, мен тек өзімдікі болған нәрсені қайтарып жатырмын. Көзіңізде қарамайсыз ба? Қымбат көйлекті бүлдіріп кете жаздадыңыз. Мен байқамай қалдым.
Байқамай қалдым дей салады екен. Мұндай жерге абайлап жүру керек. Дауысыңды түсір. Неге? Шындық ұнамай ма? Кешіріңіз. Үлкен кісімен бұлай сөйлеспейді. Ал сен кімсің? Адам сияқты сөйлесті білетін адаммын. Бұл сіздің шаруаңыз емес. Бірақ әдепсізді көрген жерде үндемеу де дұрыс емес. Сен менің кім екенімді білесің бе? Жоқ, бірақ тәрбиені ақша алмастыра алмайтын білем. Екеуің де бір тілегесіңдер. Рахмет. Үлкен кісін сыйлау қалыпты нәрсе ғой. Уақытың болса кофе ішіп кет. Әрине. Қазіргі жастардың көбінде сабыр жоқ. Ал сен? Мүмкін өмір ерте есеткен шығар. Жасың нешеде? 22-демін. Түріңе қарасаң өте жассың. Кейде адам іштей тез өседі екен. Оқысың ба, жұмыс істейсің бе? Жұмыс істеймін. Қандай жұмыс? Дизайн студиясында. Өзің жеттің бе бәріне? Иә, ата-анаң көмектеспеді ме? Мен жалғыз өстім. Қиын болған шығар. Басында иә. Кейін үйренесің. Ренжімейсің бе өмірге? Жоқ. Әр адамның өз сынағы бар ғой. Неткен тәрбиелі қыз, сабырлы, ақылды екен. Айтпақшы, атың кім? Аружан. Аружан, қайдасың? Кафедемін. Даусың бір түрлі ғой. Мен бүгін қызық адаммен таныстым. Осы қыз Сен не істеп жүрсің? ештеңе. Мамаға әсер етуді тоқтат. Мен ештеңе істемедім. Ол өзі бәрін көріп отыр. Енді Аружанға бұл үйде орын болмайды. Мен Данияр үшін ең жақсысын қалаймын. Мүмкін сен ең жақсыны өзің шешіп қойған шығарсың. Ана баласына жамандық тілемейді. Бірақ кейде тым қатты қорғап тұншықтырып алады. Сәлеметсіз бе, тәте? Кел, қызым. Сізге ұнайды деп ойладым. Әдепті қысың. Данияр кішкентайынан қандай болды? Өте мейірімді еді. Қазір де сондай. Кей адамдар оның мейірімін пайдаланып кетуі мүмкін. Сен неге күреспейсің? Махаббат дәлелдеуді қажет етпеу керек. Бірақ Мадина бос отырмайды. Мен ешкіммен жарысып жүрген жоқпын. Мадина әрқашан отбасымызға жақын болды. Сіздерді өз отбасындай көремін. Кей қыздар отбасының қадірін біледі. Мама, Не? Мен шындық айтып отырмын. Сен не істеп жүрсің? Ештеңе. Мамаға әсер етуді тоқтат. Мен ештеңе істемедім. Ол өзі бәрін көріп отыр. Енді Аружанға бұл үйде орын болмайды. Бүгін бәрі анық болады. өзіңе мүмкіндік беріп көр. Мен баламның болашағын ойлап отырмын. Сәлеметсіз бе, тәте? Бүгін ресторанға кел. Таныстыру ма? Иә. Сен де болғаның дұрыс. Уайымдап тұрсың ба? Аздап? Бәрі жақсы болады. Сен солай үміттенесің. Бұл сол қыз. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Кешікпедің бе? Жоқ, кел қызым. Аружан, өзің туралы айтып берші. Мен дизайнер болып жұмыс істеймін. Өзің бәріне жеттің бе? Иә, күшті екен. Бай, отбасыға үйрену қиын емес пе? Мадина, Не? Мен жай сұрап отырмын. Адам бәріне үйренеді екен. Данияр кішкентайынан өте сенгіш. Кей адамдар оны дұрыс түсінбеуі мүмкін. Неге бұлай істедіңіз? Мен ештеңе естіген жоқпын. Сіз оны қабылдағыңыз келмейді. Өйткені сен әлі бәрін түсінбей тұрсың. Кейде адамға қанша жақсы болсаң да аз екен. Тәте, сіз шынымен бұл некеге ризасыз ба? Қазір ештеңе айтқым келмейді. Кей адамдар сыртынан өте жақсы көрінеді. Бірақ уақыт бәрін көрсетеді. Сен бүгін ерекше әдемісің. Қолымды іздеп тұр. Қорықтырсың ба? Білмеймін. Бақыттымын, бірақ қорқамын. Енең үшін бе? Мен оның ұлына лайық екенім дәлелдей аламын ба деп қорқамын. Әй байке, бүгіннен кейін бойдағы өмір бітті. Егер адам дұрыс адамын тапса, бәрі өзгереді екен. Сүйесің бе сонша? Одан артық. Бүгін қабағыңды ашсаңшы. Мен тырысып жатырмын. Бірақ жүрегің қарсы болып тұр. Мен анамын, Серік. Бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Кейде сен қорқынышты сезім деп қабылдайсың. Даниярдың келіншегі жетім қыз дейді ғой. Бірақ өте тәрбиелі дейді. Гүлмира апай оңай қабылдамайтын сияқты. Иә, рас. Неткен сұлу келін? Жоқ. Бұл жерде мен тұруым керек еді. Мадина, мен жақсымын.
Бүгін екі жүрек бір тағдырға айналғалтыр. Данияр, сіз Аружанды өмірлік жарыңыз ретінде қабылдап, қандай жағдайда жанынан табылуға дайынсыз ба? Өмір бойы. Аружан, сіз Даниярды жүрегіңізбен таңдап өмір жолын бірге жүруге дайынсыз? Иә, дайынмын. Онда бүгіннен бастап сіздер отбасыздар. Енді ешкім бізді ажыратпайды. Құтты болсын, Гүлмира. Рахмет. Келініңіз өте әдемі екен. Келін, иіліп сәлем сал. Ойпырмай, тәрбиелі екен. Иә, өте тәрбиелі. Тәте, сіз шынымен бұл некеге ризасыз ба? Қазір ештеңе айтқым келмейді. Кей адамдар сыртынан өте жақсы көрінеді. Бірақ уақыт бәрін көрсетеді. Сендер бақытты боламыз деп ойлайсыңдар ма? Енді ойын басталады. Ал енді ең тәтті сәт, жас жұбайлар бір-біріне торт жегізеді. Қазір маған береді. Торттың алғашқы тілімі кімге берілу керек? Келін келді. Бұл үйде бәрі тәртіппен жүреді. Түсіндім. Даниярдың әйелі болу оңай емес. Әсіресе сен үшін. Келін, демалыңыз, біз өзіміз. Жоқ, мен өзім істеймін. Міне, менің әйелім. Бұл не? Таңғы ас. Данияр кофе ішпейді. Күйеуіңді әлі танымай дегенсің. Олар бақытты сияқты. Сыртынан ғана. Әлі тоқтамадың ба? Нағыз ойын енді басталады. Келініңіз өте қарапайым екен. Даниярға басқа қыз табылатын еді ғой. Жетім қызды бай үйге әкелу, тәуекел. Жетер! Менің әйеліме құрметпен сөйлеңіздер. Біз жай ғана. Жетер! Менің әйеліме құрметпен сөйлеңіздер. Біз жай ғана. Жай ғана қорлап отырсыздар. Данияр. Жоқ, мама, мен үндеме қарай алмаймын. Бұл үйде бәрі бірден бола бермейді. Мен шаршадым. Сен мықты қызсың. Кейде мықтылар да сынады екен. Сен бұл үйде ұзаққа қалмайсың. Данияр бәрі сені тастайды. Бәрі сен келгеннен кейін өзгерді. Мен ешкімге жамандық жасаған жоқпын. Бірақ ұлым өзгерді. Себебі ол мені жақсы көреді. Махаббат уақытша. Ал отбасы мәңгі. Мұны кім істеп жүр? Сен бәрібір менікі болуың керек. Егер махаббатпен болмаса, басқа жолмен болады. Сенің жүрегіңде қараңғылық көп екен. Мен оны қайтарғым келеді. Біреудің тағдырын өзгерту өз тағдырыңды да өзгертеді. Маған бәрібір. Сіз бәрін өзіңіз істей бересіз. Үйреніп жатырмын. Мадина бүгін қонаққа келеді. Сәлеметсіз бе, тәте? Кел, қызым. Келіндік өмір қалай? Жақсы. Әзірге. Саған бірдеңе болды ма? Жоқ, Бірақ сен бір түрлісің. сен бәрін қиындатып жібересің. Бәлкім, бұл неке ұзаққа бармас. Мен бірдеңен дұрыс істемедім бе? Шаршадым, ұйықтайықшы. Енді сен менен қашып құтыла алмайсың. Неге бәрі кенет өзгеріп кетті? Жалғасы бар, подписка жасап алыңыз.